Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен изумрудный торттың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Басқаша бұл тортты жасыл бархатты деп атайды. Бұл торттың ерекшелігі бояуы жасанды емес, табиғи. Бұл тортта түсті беретін шпинат, яғни асжапырақ. Шпинатты жақсылап жуып, кептіріп, иісі жоқ сұйық майға салып, блендермен жақсылап еземіз. Мен қол блендерін қолдандым, стационарды блендерде қолдануға болады. Осындай бір келкі масса болу керек. Піскен шпинат өте пайдалы, алдағы уақытта тағы шпинаттан жасалған рецептермен бөлісемін. Бисквитін дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқа, шым-шым тұз және қантты миксермен жақсылап ағарып ұлғайғанша араластырамыз. Миксерді көтеріп із қалдырамыз. Егер із тез жайылып кетпесе, дайын болды деген сөз. Шпинатты массамызды қосып, миксермен тағы да жақсылап араластырамыз. Қопсытқыш пен ұнды елекпен елеп массамызға қосамыз. Миксердің ең баяу жылдамдығымен жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз, бірақ ұзақ араластырмаймыз, себебі бисквитіміз төмен болып қалады. Бисквитті пісіру үшін мен осындай кольцо қолданамын, астын фольгамен орадым. Массамызды құйып, алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште пісіреміз. Бисквиттің піскендігін шпажканың құрғақ шыққанынан білеміз. Бисквитті кольцодан шығарып, толықтай суытамыз. Кремін дайындау үшін тоңазытқыштан жаңа шыққан салқын кілегей, салқын творожный сыр және қант ұнтағын формасын ұстағанға дейін миксермен жақсылап араластырамыз. Бисквиттің үстіндегі төмпешігін алып тастап, бисквитті тең 3 бөлікке бөлемін. Тортымыз сырғып кетпеу үшін кішкене кремді тәрелкенің астына жағамыз да бірінші қабатын орналастырамыз. Үстіне крем жағып тегістейміз. Менде қатырылған таңқурай бар, соны кремнің үстіне саламын. Егер таңқурай болмаса, салмасаңыз да болады. Екінші қорды орналастырып, кремді қайтадан жағып шығамыз. Үшінші қорды орналастырып, үстіне және жан жағына кремді тағы да жағып шығамыз. Кремі жақсылап сіңу үшін тоңазытқышқа ең аз дегенде 5-6 сағатқа салып қоямыз. Менің тортым тоңазытқышта бірнеше сағат тұрды. Қалауыңызша тортты әсемдеуге болады. Мен бүгін құлпынай және корждың ұнтақтарымен әсемдейтін боламын. Торт өте дәмді, әдемі болып шықты. Жасап көруге кеңес беремін.
Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма жазылып, лайк және комментарий басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған баршын келесі видеоларда жүздескенше.